Ерте қартайғыңыз келмесе, сарымсақ қосылған су ішіңіз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 сатты қосып ішіңіз. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер, әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Сіздермен бірге дертке тауарнаса. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп, бізде таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріңізді тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді, қандағы улы затты шығарады. Сарымсақ қосылған су С және В6 дәруменімен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қаныңызды сұйылтады, беттегі әжімді бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммундық жүйені көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісі. 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап, езіп аласыз. Сосын емал ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стақан су қойып отқа қоясыз. 50 градуста қайнатасыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шарынан қосып 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Кімге ішуге болмайды? Аллергияға асқазанда жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішпеңіз. Бал қосылған су балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан бұрын 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайын қойып тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнді ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стақан жылы 36-37 градус суға араластырып ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады, ағза дәрумен мен минералды затқа бай болады. Ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетті ашады, метаболизмді дұрыстайды, асқазан, ішек жолдары жақсартады, ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды, суыққа қарсы күреседі, бас ауруын қойдырады. Міне, 1 стақан суды 1001 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қабылдауға сығайық. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.